Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы интернетке деректер жіберу. Оқыту мақсаты файлдармен қоса берілген хабарламаларды электрондық почта арқылы қабылдау және жіберу. Сабақта үйренеміз, электрондық почта туралы білеміз, электрондық почтаға тіркелетін боламыз. Жаңа тақырыпқа байланысты сөздікті дәптерімізге жазып аламыз. Электрондық почта дегеніміз интернет арқылы ақпарат алмасу үшін пайдаланылатын қызмет. Электронды почтамен жұмыс істеуге арналған арнайы қызметтің түрлері көп. Солардың бірлері суретте көрсетілген Яндекс почтасы, Gmail, Email почталары. Электрондық почта жәшігінің адресі былай көрсетіліп жазылады. Тұтынушының аты, почталық қызметтің аты. Балалар, біз бүгін сабақта осы электрондық почтаны ашуға арналған қызметтердің бірі Email почтасымен жұмыс жасайтын боламыз. Email почтасына тіркелу үшін біз браузерді іске қосамыз. Браузердің іздеу жолағына email.kz деп жазамыз. Және Enter батырмасын басамыз. Жаңа почта ашу батырмасын басамыз. Алдымызда мынандай терезе пайда болады. Бұл жердегі мына белгіше ол арнайы таңба. mail.kz ол сервердің аты. Мына жерге өзіміздің почтамызды жазамыз. Екінші жолға номерімізді жазамыз. Үшінші жолға паролімізді жазамыз. Төртінші жолға парольді қайталаймыз. Мына жерге кличка белгісін қоямыз және мына батырманы басамыз. Этикет электрондық почтасының 10 ережесі. Электронды почтаға барлық өрістерді толтырыңыз. Почта адресі және жөнелтушінің аты анық болуы керек. Хаттың тақырыбы әрдайым көрсетілуі керек. Кез келген хатқа жауап бергенде хаттың тақырыбын өзгерту керек екендігін қарастырыңыз. Алушының соңғы мекен-жайын толтырыңыз. Хатты жібермес бұрын хаттың мәтінін бөлек файлда сақтаңыз. Хат мәтіні белгілі бір талаптарға сай болуы керек. Электрондық хаттарға жауап беру керек. Құпия ақпаратты электрондық почта арқылы жібермейміз. Жіберушілердің келісімінсіз жеке хаттардан ақпаратты жарияламаймыз. Тапсырма. Оқулықтың 115-ші беттегі талдап салыстырайық тапсырмасы. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.